Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен Эльмира Өмірбек. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналым Эльмира Өмірбек Түркиядан деп аталады. Бүгін мен өткен жолғы көтерген мәселемнің жалғасын айтып өтейін деп шештім. Себебі өткен түсірілімімде мен ВНЖ-ға қалай документтерді жинап, өз бетімізден Е-дәулет сайтында толтыруға болатынын, ешқандай да жаңағы делдалдар дейміз ба, жаңағы қосымша агенттердің қажетінсіз өзіміз ғана толтыра аламыз деп айтқан болатынмын. Сол өзім толтырған Е-дәулет сайтындағы бүкіл қағаздарымды, қағаз варианттағы құжаттарымның барлығын алып, рандевуды күткен болатынмын. Рандеву деген сізді сол göçке, жаңағы миграционный служба göç идаресі деп аталады екен. Göç идаресіне шақыру күнін рандеву деп атайды екен. Сол рандевуды күтіп, рандевуым 21 наурыз сағат 3-ке жазылдым. Жазылдыңыз деген жаңағы SMS-пен қағаз келді, хабарлама келді. Соны мен SMS-тегі көрсетілген күнді кеше болды, ол 21 наурыз күні. 21 наурыз сағат 15-те мен сол göç идаресіне бардым. Göç идаресіне кірер кезде барлығымыз бір-бір жаңағы қызғылт түсті розовая папка, түркше оларды досье дейді екен. Мен оның басында түсінбей қалып, кейін догадалась, что все-таки досье. Сонымен сол папка, қызғылт түсті розовый папканы алып, ішіне жаңағы тізім бойынша қажет документтерін бәрін салып, göçке кірдік. Ішінде кірген бойда рецепшнда бәрімізге бір-бір нөмірді паспортымызға және сол папканың сыртына жабыстырып береді екен. Сол нөмір бойынша таблодан өзіміздің кезегімізді күтіп, сол таблодағы нөмірімізді көрсетілген менеджерге барып, бүкіл құжаттарымызды көрсеттім. Сонымен сол жерде отырған менеджер деп айтайық. Менеджер папкамның документтерін перечень бойынша, жаңа тізбе бойынша барлығын тексерді. Мен өзім тапу бойынша ВНЖ-ға документ толтырғандықтан, құжат толтырғандықтан тапу жөнінде айтып өтейін. Сонымен менің тапуыма қосымша тағы да 2 анықтама керек болды. Себебі менің тапуым былтыр күзде толтырылған, ал биыл біраз уақыт өтіп кетті деп, маған қосымша 1 анықтама сұрады. Оның біріншісі жаңа тапу девам белгісі деп аталады екен. Ол қысқаша айтқанда, тапу әлі менің атымда, мен ешкімге үйді сатып жіберген жоқпын деген анықтама екен. Ол анықтаманы тапу бе кадастр модуллугу деген жерден алады екенбіз. Былайша айтқанда, ол тапуды біз қай жерден алдық, сол жерге барады екенбіз. Сол жерде бізге сол анықтаманы бірден жазып береді. Қосымша налогы бар екен, налогы 21 лира. Сол анықтаманы алдым, және қосымша маған тағы да нумаратаж сүбе мүдірлігі дегеннен тағы да анықтама керек болды. Себебі ол анықтама осы квартирада мен тұрамын деген анықтама екен. Менде бұл жаңағы сатып алған квартирада төлеген ешқандай да квитанция счеттарым жоқ. Енді олар фатура дейді екен. Егер мен светке немесе газға өзімнің атынан төленген квитанциям болса, сол квитанцияны апарғаным жеткілікті екен. Бірақ менде онда ешқандай квитанция болмағандықтан адресная справка алып бардым. Адресная справканы сол нумаратаж сүбе мүдірлігі деген жерден береді екен. Соны мен қосымша менде тапу бойынша ВНЖ-ға тағы да тапудың копиясы, тапу девам белгісі және нумаратаж сүбе мүдірлігінен берген адресная справка керек болды. Және тапу бойынша ВНЖ-ға барғанда жаңағы деск деген құжат бар екен. Ол құжатты тапуды толтырған кезде бірден қолымызға берген болатын. Ол страховка от землетрясения. Сол құжаттарымыздың барлығын алып баруымыз керек еді. Мен олардың бәрін алдын ала дайындап қойған болатынмын. Олардың барлығын жаңағы қызғылт розовый папканың ішіне салып, манағы менеджерге барлығын көрсеттім. Ол кісі тізбе бойынша бәрін түгендеп алды. Және
менеджердің алдында қосымша тағы да анкета толтырады екенбіз. Анкета түрік тілінде толтырылуы керек, бірақ түрікше білмеген себебінен маған қосымша орысша вариантын берді. Орысша вариантындағы сұрақтарын оқып, түрікше анкетаны толтырдым. Сонымен ол бірінші этап, жаңағы Göç идаресіндегі бірінші этапым сол болды. Барлығын түгендеп алып, енді екінші этапы пармақ ізі дегенге жіберді. Пармақ ізі деген ол отпечаток пальцев, бармақтардың ізі, саусақтардың ізі. Сонымен Göç идаресінде жаңағы пармақ ізі деген жаңағы крылосы бар екен, жаңағы отдельный бөлімі бар екен. Сол жерге қосымша нөмір берді. Ол нөмірмен жаңағы пармақ ізіне таблоны күтіп, пармақ ізінде жаңағы әр саусағымыздан отпечаток пальцев алады екен. Одан кейін суретке түсіреді екен, жаңағы анфас, жаңағы оң жағымыздан, сол жағымыздан суретке қосымшалар түсіріп, өздерінің базасына енгізеді екен. Енді бүкіл шаруам бітіп, келесі үшінші этапты күтіп отырмын. Ол үшінші этап бойынша жаңағы икамет деген ВНЖ-ның біздің Түркияда тұруға рұқсат беретін кішкене удостоверение береді. Тап біздің удостоверениенің формасы сияқты қызғылт түсті. Сол икаметті алады екенбіз. Сол удостоверениені бізге почтамен алып келіп береді екен. Сонымен менің айтып кететін тағы да бір кішкене лайфхак деймін ба, сондай бар. Егер сізде жаңағы Göç идаресіне сізді түске, үшке, мысалы 2-ге жазса, ол 2-ні 3-ті күтудің қажеті жоқ екен. Оны ертерек барып, бүкіл шаруаны бітіре беруге болады екен. Себебі мен жаңағы 21 наурыз 3:00-де кел дегендіктен мен сағат 3-те бардым. Ал Göç идаресі, жаңа миграционная служба 5-ке дейін ғана жұмыс жасайды екен. Сондықтан кеше менің жұмысым бітпей қалды. Бірінші этап жаңағы менеджер бүкіл жаңағы папкамды тексеріп, қарап, пункттер бойынша тексеріп алғаннан кейін жаңағы пармақ ізіне жіберді, отпечаток пальцев алуға. Отпечаток пальцевқа мен үлгермей қалдым. Себебі ол жерде халық өте көп. Маған бірінші нөмір берген кезде алдыңызда 150 адам бар деп жаңағы нөмір қағазында жазып отырған кезде өзім шошып кеткен едім. Олардың бәрін қалай үлгереді екен деп. Расында да үлгерген жоқпыз. Сондықтан үлгермеген адамдардың барлығын жаңағы пармақ ізіне келген ертең сағат 8:30-да жұмыстың ашылу уақытына келесіздер. Сол кезде жаңағы барлығыңызды жаңа кезекпен өткізіп жібереміз деді. Бүгін таңертең сол пармақ ізін өтуге таңертең бардым сағат 8:30-да. Өздері айтқандай бәрімізді кезексіз жаңағы үлкен, бүгінге шақырған адамдар үлкен очередте тұр ғой. Оларға қарамай бәрімізді бірінші өткізіп жіберді. Бірден пармақ ізі өтуіне бардық. Бәрімізге папкаларымызды қайтадан тарқатып берді. Бәрімізге жаңа номер берді. Сонымен жаңа номермен бүгін өтіп кеттік. Сонда менің жұмысым 2 күнге созылып кетті. 3-те емес, мен ертерек барғанымда бүкіл жұмысым кеше бітіп кетер еді. Сондықтан егер сізге кешірек уақыт берсе, ол уақытты күтудің қажеті жоқ. Ертерек бара беріңіздер. Менің осындай информацияларым сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Көмегім тиетін шығар деп үмітпен осы бағдарламаны жасап отырмын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.